сәлеметсіңдер ме балалар? 47-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы сұраулы сөйлем. 42-ші жаттығу. Өлеңді тиісті дауыс ырғағымен оқы. Хабарлы сөйлем мен сұраулы сөйлемнің оқылуы ырғағын салыстыр. Шегене деген немене? Соны білгің келе ме? Шамалы, азды, шағынды. Балалар деген шегене. Берілген тапсырмаларды бірге орындайық. Өлеңдегі сұраулық мағынаны білдіріп тұрған сөз немене, ме. Шегене деген немене, сұраулық мағына немене сөзі арқылы беріліп тұр. Соны білгің келе ме. Мұнда сұраулық мағына ме, сұраулық шылауы арқылы жасалған. Қарамен жазылған сөздің жазылуына назар аудар. Бұл жерде шегене сөзі қарамен жазылған. Бұл кіші, шағын, аз деген мағынаны білдіретін ескі сөз. Сөз дұрыс жазылған, себебі ол түбір күйінде, яғни шегене күйінде жазылған. Қосымша жалғанбаған. Сұраулы сөйлем жасайтын ма, ме, ба, бе, па, пе өзінің алдындағы сөзден бөлек жазылады. Мысалы, салтанат келді ме, жауын басылып па. 43-ші жаттығу. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Кісіге қарап орынсыз күлме. Әжең базардан алма әкелді ме? Сабақтан кешік пе? Қанат ауылдан келіп пе? Ешқашан өтірік айтушы болма. Қар қалың жауды ма? Күлме, кешікпе, болма ол бұйрық райдағы сөздер, яғни тыйым салу, жасама деген мағынаны береді. Мысалы, күлме, күлме деген тыйым, кешікпе деген ескерту, болма, өтірік айтушы болма деген тыйым, әкелді ме, келіп пе, жауды ма. Бұлар сұраулы сөйлемдер, яғни ме, пе, ма сұраулық шылаулары жалғанып, сұрақ мағынасын білдіреді. Мысалы, әкелді ме, келіп пе, жауды ма. Бұлар сұрақ. Қорытынды. Ма, бе, па, пе, ба, беге жалғаулары сұраулық мағына береді. Ма, ме ол тұлғалы сөздер, кейде бұйрық райда, тыйым мәтінінде қолданылады. Сұраулы сөйлемдегі сұраулық мағынаны білдіретін сөз басқа сөздерге қарағанда көтеріңкі дауыспен оқылады. 44-ші жаттығу. Сызба бойынша бір-біріңмен диалог құрастырып жазыңдар. Айжан, сен бүгін қайда барасың? Мен бүгін мектепке барамын. Ал сен ше? Мен анаммен бірге емханаға барамын. Сен кеше қайда болдың? Мен кеше кітапханада болдым. Ал сен ше? Мен кеше театрға бардым. Немесе мен кеше театрда болдым деп өзгертуге болады. 45-ші жаттығу. Берілген сөйлемнің сұраулы сөйлем екенін дәлелде. Сен нешінші сыныпта оқисың? Тәжірибе жаса. Алдымен сөйлемді бірнеше рет оқып көр. Қай сөз көтеріңкі екпінмен айтылатын анықта. Зерттеу барысында сұраулы сөйлемде сұрау мәні бар сөздің көтеріңкі екпінмен айтылатынына көзіңді жеткіздің. Бұл сөйлемнің сұраулы сөйлем екенін дәлелдеу, сөйлемнің соңында сұрақ белгісі бар. Ішінде сұрау мәнді сөз бар. Нешінші? Айтылу мақсаты ақпаратты білу, яғни жауап күтеді. Сондықтан бұл сұраулы сөйлем. Тәжірибе жасау. Сөйлемді бірнеше рет оқып көр. Сен нешінші сыныпта оқисың? Көтеріңкі екпін. Сөйлемді айтқанда нешінші сөзі көтеріңкі дауыспен айтылады, себебі ол сұрау мағынасын білдіріп тұрған негізгі сөз. Осымен тапсырмалар түсінікті болса, сау болыңдар. Келесі видеоларды көру үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар.